Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа барлығымыз дайынбыз ба? Ендеше сабағымызды бастайық. Қазақ тілі сабағы 3-ші сынып. Негізгі және туынды сын есім. Сабақтың мақсаты: өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау. Оқыған, тыңдаған және аудио-визуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып мазмұндап жазу. Негізгі, туынды, зат есім, сын есім, етістікті анықтау. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап. Мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ашы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есіммен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л-лі, д-ді, т-ті, с-сіз жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-қыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені. Балалар, енді өткенді қайталап алайық. Сын есім дегенді сен білесің. Бұны біз 1-ші, 2-ші сыныптарда да оқығанбыз. Сын есім. Дұрыс айтасыңдар. Қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Басқа сөз табының қызметтерін атқарады. Түр-түсін білдіреді. Сапасын білдіреді. Дәмін, қарама-қарсы сын есімдер де болады. Көлемін білдіреді. Және сапасын, пішінін білдіретін сөз табын сын есім дейді екенбіз. Есіңе сақта. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есім негізгі сын есім. Ал түбір сөзге қосымша жалғану арқылы жалғанған сын есімді туынды сын есім дейміз. Балалар, енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Кітабымыздың 73-ші бетіндегі 9-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Су табиғаттағы барлық тіршілік атаулының құрамына кіреді. Көптеген өсімдіктің 80-90% судан тұрады.
Жануарлар мен адам денесінде де су көп. Су жер бетіндегі үнемі тынымсыз айналыста болады. Теңіз бен мұхиттардың, өзендер мен көлдердің бетінен су буға айналып, одан бұлт түзіледі. Ол жаңбыр немесе қар, бұршақ болып, жерге жауып, қайта суға айналады. Сусыз тамақ піспейді. Сусыз тазалық та болмайды. Су жолымен жүк тасиды. Судың күшінен электр қуаты да алынады. Су біздің басты байлығымыз. Оған әр уақытта қамқорлықпен қарау керек. Енді балалар мәтінді түсініп оқиды. Мәтін не туралы? Мәтіннің бөліктеріне сәйкес жоспарды қалпына келтіреді. Сол жоспар бойынша мазмұндама жазады. Жоспар табиғаттағы су айналымы, судың маңызы, судың адам өміріне қажеттілігі. Кітабымыздың 10-шы жаттығуды қарайық. Мақалды тауып оқиды, көркем етіп жазады. Ендеше мына мақалды тауып, дәптерімізге көркем етіп жазып алайық балалар. 11-ші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақты көшіріп жазып, шешуін тап. Көлді жердің үкілі аруы, өткір желдің саз тартар қаруы. Енді мына суреттерге назар аударайық. Гүл сөзінен туынды сын есім жасайық. Бұлбұл сөзінен туынды сын есім жасаймыз. Орман сөзінен туынды сын есім жасау. Бұлт сөзінен туынды сын есім жасап, менің WhatsApp желіме жібере қойыңдар. Үйге тапсырма 12-ші жаттығу. Негізгі сын есімдерге дау деу, лау леу, тау теу, шыл шіл, ғылт ғыш жұрнақтарын жалғап, қалаған бір туынды сын есім сөйлем құрап жазады. Ақ, боз, жасыл, сары, үлкен, көк, ұсақ сөздерін пайдаланады. Жұрнақ жалғанғанда негізгі сын есімдердің мағынасында өзгеріс болды ма, анықтайды. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Сендерге қатты ұнаған тапсырма қандай болды? Ұнамаған тапсырмалар болды ма? Кәне, оны да маған айта отырайық. Керемет балалар, жақсы жұмыс жасадыңдар. Қош, сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа